Сәлем достар, мен бүгін сіздерге мини пиццаларының жасалу жолын көрсетпекшімін. Сол үшін де видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар болады. Пиццаны дайындау үшін бізге бешбармағымыздан қалған піскен ет керек болады. Енді алдын ала дайындап қойған көтерілген қамырды 8 бөлікшеге бөліп, оны тақтайшада жайып аламын да, үстінен кетчупты жағып қоямын. Оның үстінен майонезді жағып, енді піскен етті жағып шығамын. Одан кейін оған сырды себелеп қоямын. Енді қызған табаға салып, 200 градус ыстықта 15 минут пісіріп аламын. Менің видеом ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып қалдырсаңыздар болады. Пиццамыздың дәмін көруге де болады. Ал сіздер ұнап жатса, видеоны достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Комментарий жазып, немесе смайлик қалдырып қойсаңыздар, мен өте қуанышты болып қуанып қалар едім. Пиццаның дәмі өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер сіздерде. Видеоны соңына шейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.